Добрый день, друзья! Мы познакомились сейчас со школой. Я хочу поблагодарить Алмаханум. Это заместитель начальника управления Павлодарской области. Хочу поблагодарить за создание такого условия. Хочу поблагодарить директора Айчанаға сіздерге рахмет. Осындай көз нашар көретін азаматтарға жағдай жасап оқытып жатқаныңызға біз және барлық технологияларды көрдік, техникаларды көрдік, жаңағы брайльша қалай оқытатын, сондықтан оның барлығы сіздердің арқаларыңызды есептеймін. Себебі өзім де осындай мектеп-интернатта оқығаннан кейін, осындай алақанды көргеннен кейін, осындай жаңағы жылулықты көргеннен кейін біз осындай деңгейге өстік. Сондықтан сіздердің де шәкірттеріңіз биіктерге өсе берсін, өрлей берсін, жақсылық болсын. Ал менің қасымда тұрған менің әріптесім осы Павлодар облысы бойынша халықтың әлеуметтік осал санаттағылықтар жөніндегі өкіл. Мен тек қана мәжіліс депутаты емес, мен президент жанында халықтың әлеуметтік осал санаттағылықтар жөніндегі өкіл ретінде де келіп отырмын. Сіздерге ат болсын, әдейі ат басын бұрып, сол сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет. Осындай жағдай жасап жатқанға біздің атымыздан қолдау керек болса, біздің атымыздан жаңағы заңдарға әртүрлі өзгерістер керек болса, бір жерлер жетпей жатсаңыздар, айтыңыздар, жеткізіңіздер. Маған жетпей жатса, менің әріптесім, бір жағынан досым, Серік мырза міндетті түрде жеткізеді. Осы жергілікті жердің тұрғыны, который действительно вырос в таком же интернате. Хочу реально поблагодарить, потому что когда мы учились, у нас были старые технологии, даже вот эти вот книги, да, электронные книги, то есть печатные книги мы не могли получить по Брайлю. Нам постоянно наши учителя читали, они прям уши и глаза уставали, но мы хотели постоянно читать, а сегодня есть новые технологии, и у вас это создано, я хочу за это поблагодарить, за действительно созданные условия, которые можно и нужно пользоваться. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Вам предоставили. Спасибо.